Барлықтарыңызға сәлем. Менімен бірге испанский чизкейк дайындап үйреніңіздер. Лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Ең алдымен осылай 800 граммды творожный сырымызды алып, оның үстіне қантымызды қосып, миксермен қантымыз жақсылап творожный сырмен араласқанша миксерлейміз. Одан кейін осылай 5 жұмыртқамызды бір-бірден салып отырып араластырамыз. Яғни жұмыртқамыздың барлығын бірге қосып араластыруға болмайды. Жақсылап араласуына мұқият қадағалау керек. Сондықтан жұмыртқамызды бір-бірден қосып араластырамыз. Одан кейін бөлме температурасындағы сливкиімізді қосып, тағы да араластырып аламыз. Енді құрғақ ингредиенттерімізді қосамыз. Бірінші ванилин қосып, оны тағы да араластырып аламыз. Одан кейін жүгері крахмалы мен ұнымызды қосып, тағы да араластырып аламыз. Одан кейін осылай лопатканың көмегімен тағы да біркелкі етіп араластырып аламыз да, дайын болған формамызға пергамент қағазын осылай төсеп аламыз да, дайын болған салмамызды ішіне құйып шығамыз. Жан-жағын тегістеп, жақсылап жайылуы керек. Одан кейін осылай ауа қалмас үшін кішкене сілкіп аламыз. Міне осымен біздің испанский чизкейкіміз дайын, яғни бұл 180 градуста 40 минутта пісіп шықты. Осындай үрпілдек, өте жұп-жұмсақ болып шығады. Яғни чизкейктің беті осылай күйіп тұрғанына мән бермеңіздер, себебі испанский чизкейктің өзінің сәні осыны бетінің күйуінде. Одан кейін дайын болған чизкейкке осылай шоколадты құйып, үстіне вафельный стружкаңызды сеуіп, менімен бірге дайындаған чизкейктің дәмін татып көріңіздер. Видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Және арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Себебі апта сайын арнамда жаңа видео шығып отырады.